Джеймс Нейсмит баскетбол және 1891 жылы өнертабысы. Спрингфилд қаласында, Массачусетс штатында Джеймс Нейсмит есімді жас канадалық мұғалімі. Ойыншы толық олардың табиғи таланттарын және қиял пайдалануға болады. Онда қарапайым ойын ойлап, туған күнінің баскетбол ресми 15 қаңтар 1892 болып табылады. Бұл күні Нейсмит мектеп газетінің баскетбол бірінші ережелерін жарияланды. Баскетболда 2 команда ойнайды. Бір командада 12 ойыншы бар. Олардың ішінен 5 ойыншы ғана алаңға шығады. Ойында 4 минут болады, әрқайсысы 10 минуттан. Әрбір шабуылға 24 секунд беріледі. Баскетболда ойынның санын ұпай деп атаймыз. 1-ден 3-ке дейін ұпай бар. Ішкі линияда лақтырып соққанда 2 ұпайдан санаймыз. Ал сырттан болса 3 ұпай. Және 1 ұпай айыппұлдан. Баскетбол ережесінде 2 түрі бар. Ережені бұзу және фол. Ережені бұзу ойыншы ережелерін бұзатын кезде. Кез келген бағытта бір немесе 2 аяғын заңсыз қозғалысында жүргізу деп атаймыз. Доп ойнатқыштың бір иелену үшін тек бір рет қапал бастауға құқығы бар. Оны екілік деп атайды. Фол. Фол 3-ке бөлінеді. Жеке фол, өрескел фол, техникалық фол. Баскетболда кез келген байланыс болмауы тиіс. Себебі ол фол алуы мүмкін. Ондай фолды жеке фол деп атаймыз. Қорғаушы ойыншы жабылып жатқан ойыншыға кедергі беріп кешіктіретін болса, ондай фолды өрескел фол деп атаймыз. Қарсы командамен қақтығыс болса, ондай фолды техникалық фол деп атаймыз. Ойыншыда 2 техникалық фол болса, ойыннан шығарылады. Қызықты фактылар. Тарихында ең биік баскетболшы биіктігі 2 метр 31 сантиметр болып табылады. Оның аты Мануту Бол. НБА тарихында ең нәтижелі ойыншы Карим Абдул-Джаббар. Ол 38.387 ұпай жинады. Спорт біздің болашағымыздың бірден-бір кепілі.